Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бас ауруы жайлы талқылағым келіп отыр. Яғни жалпы бас ауруы жедел және созылмалы деп бөлінеді. Бұл тақырып жедел бас ауруына қатысты емес. Тек қана созылмалы бас ауруын талқылаймыз. Неге? Себебі жедел бас ауруы ол бірден ауруханаға барып, тексерістен өтіп, ауруханада жатып, ем алып шығуды талап етеді. Яғни адам жедел бас ауырған кезде өзі бір күрделі ауыр жағдайға тап болғанын біледі. Себебі бұл жедел бас ауруы тек қана бас ауруымен ғана қатар жүрмейді. Яғни температурасы көтерілуі мүмкін, не болмаса давлениесі қатты көтеріліп, бас ауырып, тілі күрмеліп, бір жақ қол аяғы әлсіреп, сондай қосалқы белгілермен бірге жүреді. Яғни біз бүгін талқыламаймыз менингит, энцефалит, инсульт және онкология, яғни қатерлі ісік ауруларын талқыламаймыз. Біз созылмалы бас ауруын бүгін талқылайтын боламыз. Яғни созылмалы бас ауруы бір адамда 6 ай бойы, бір адамда 1 жыл бойы, кейбіреуінде 5-10 жыл бойы осы бас ауруы жүрген адамдардың жағдайын талқылаймыз. Яғни жалпы басы ауырған адамдар не істейді? Олар бірінші учаскелік дәрігеріне, не болмаса невропатологқа, не болмаса частная клиникаға невропатологқа барады. Осы шағымдарын айтқаннан кейін басын МРТ-ға түсіреді. МРТ-да микроангиопатия, басында киста, не болмаса ачиноглиоза, дисциркуляторная энцефалопатия деген қорытынды береді. Бірақ бұлардың ешқайсысы басты ауыртпайды. Осы МРТ-ға қарап, яғни қан тамырларды кеңейтетін дәрі, басты қоректендіретін дәрі, витаминдер алғаннан кейін адамның жағдайы аз уақытқа жақсарып, бірақ осы шағымдары қайтадан басталып, адамның өмір сүру сапасын төмендетеді. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз алдымен осы триггерлік нүктелерге қатысты болады. Триггерлік нүкте дегеніміз не? Триггерлік нүкте дегеніміз, мынау мысалы біздің бұлшық етіміз, бұлшық ет талшықтары. Бұлшық етіміз жиырылғанда осы талшықтар бір-біріне кіріп жуандайды. Яғни мысалы қолымызды бүксек, бицепс дейді, бицепсіміз жуандап, бұлшық етіміз үлкейіп көрінеді. Ал оны жазған кезде осы талшықтар бір-бірінен ажырап, бұлшық еттеріміз жіңішкереді. Яғни белгілі бір себептермен осы бұлшық еттер былайынан кірген болса бір-біріне, белгілі бір аймағы қарапайым тілмен айтқанда осылай жабысып қалады. Жабысып қалғаннан кейін мына суреттегідей триггерлік нүктелер пайда болады. Яғни бұл кезде қолымызды жазып, яғни бұлшық еттеріміз созған кезде бұлшық ет талшығы мынандай жіңішке болып, қиналып созылады. Осы жерлерде ауру сезімі пайда болады. Бірақ бұл триггерлік нүктелер осы пайда болған жерінде емес, басқа жақтан ауру сезімін береді. Яғни мына суретке қарайық. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца дейді. Мен бұл бұлшық ет жайлы алдыңғы тақырыпта толығырақ айтқан болатынмын. Егер де ол видеоны көрмеген болсаңыздар, сол видеоны көруге де сіздерге кеңес беремін. Яғни мұнда грудинно-сосцевидная порция дейді, төс емізік тәрізді бөлігі. Осы бұлшық етте триггерлік нүкте пайда болған кезде қызылмен белгіленген аймақтарда ауру сезімі пайда болады. Бұның барлығы бірдей ауыру міндетті емес, осының белгілі бір бөлігі сізде ауыруы мүмкін. Яғни көзіңіздің үстінен осылай ауыртса, бұл жерде басыңыз ауырады, көзіңіз қызарып, көзіңіз жасаурап, көруіңіз нашарлауы да мүмкін. Бетіңізге беретін болса, бұл гайморитке өте ұқсас болады. Яғни мұрныңыздан бөлінділер де ауы мүмкін. Осы шағымдармен дәрігерге барсаңыз, мысалы, сіз көзімнің үсті ауырып отыр дейсіз, бұл кезде бұл тройничный нервтің невралгиясына өте қатты ұқсайды. Ал көзіңіз жазаурап, көзіңіз қызарған бойынша офтальмологқа барсаңыз, көзіңізді көреді, көзіңізге дәрілер тағайындайды. Көзіңіз біраз уақытқа жақсарады, бірақ осы белгілер қайтадан пайда болады. Себебі триггерлік нүкте жойылған жоқ. Ал осы бөлік, бетіңіздің осы бөлігі ауырып, яғни мұрныңыздан бөлінділер ағып мазалап, лорға барсаңыз, бұл жерде сұйықтық жиналуы да мүмкін. Ол кезде гаймориттің емін тағайындайды, бірақ тағы да толықтай кетпейді ауырған сезімі.
басыңыздың төбесі, шүйдеңіз ауыруы мүмкін. Басым ауырды дегенде басыңызда МРТ түсіреді, жаңағындай қорытынды аласыз МРТ-ны. Бірақ мына триггерлік нүктелерді жоймайынша бұл ауру сезімдер толықтай қайтпайды. Бұғанның емізік тәрізді бөлігінде триггерлік нүктелер пайда болса, яғни құлақты және маңдайды ауыртуы мүмкін. Бұл маңдайдың ауырғаны фронтитке өте ұқсас болады, яғни фронтальды қуыстың қабынуы. Бұл кезде фронтиттің емін аласыз, жағдайыңыз жақсарады, бірақ сәл аз уақыттан кейін қайтадан басыңыз ауырады. Трапеция тәрізді бұлшықет дейді, яғни бұл бұлшықет кеуде омыртқаның төмен жағынан басталады, иықты жартылай жабады және мойынды жартылай жабады. Осындай өте ұзын бұлшықет. Осы бұлшықетте триггерлік нүкте пайда болса, басты былай айналдырып ауырады. Бұл неге ұқсайды? Яғни барлықтарыңызға белгілі, естіген де боларсыздар, басының сақинасы қысып қалды дейді, яғни мигренге өте ұқсайды. Жалпы мигрен деген диагноз жоқ деп отқан жоқпын. Мигрен деген бар, және мигренозная головная боль деген бар. Мигрен көбінесе аурамен жүреді. Бұл триггерлік нүктеге қатыссыз басыңыздың сақина ауруы шынымен-ақ болуы мүмкін. Ал бірақ мигренозная головная боль дейді, көбінесе аурасыз жүретін болса, басыңыз қысып, онда мынау трапеция тәрізді бұлшықеттен триггерлік нүктені іздеп көргенде дұрыс. Полуостистая мышца шевеледі. Осы аймақта триггерлік нүкте пайда болған кезде, яғни мына суреттегідей, бұл да мигренге өте ұқсас, басыңызда осы бөлігінде ауру сезімі болып, басыңызды қысап ауырады. Сақина ауруы тәрізді. Сәл төменгі бөлігінде болса, шүйдеңізді ауыртады. Ременная мышца головы дейді, яғни белдік тәрізді бұлшықет. Бұл кезде бастың төбесі ауырады. Бастың төбесі бұдан бөлек өт толған кезде де ауыруы мүмкін. Бірақ өт толған кезде оң жаққа ауырған астында ауру сезімі, тамағыңызға ашты дәм келу деген сияқты қосалқы белгілермен қатар жүреді. Ama төменгі бөлігі ауырғанда, яғни бұл да көздің тұсын ауыртады, мойынды ауыртады дегендей. Подзатылычная мышца шүйде асты бұлшықеті, бұл кезде осы тұсты қатты ауыртады. Яғни бұл да атитке ұқсайды, мигренға ұқсайды. Келесі самай бұлшықеттерінде триггерлік нүкте пайда болса, қараңыздар, осы қызылмен белгіленген аймақтың барлығын ауыртады. Яғни жоғарғы тістеріңізді ауыртуы мүмкін. Бұл кезде қалай болады? Стоматологқа барады, тісім ауырып жатыр деп. Яғни барлығымыздың тісіміз ауырып көрген, тістің ауруына шыдау ол өте қиын. Стоматологқа барған кезде бұл тістің нервісін алып береді, артынан пломбы салып береді, ауырған қайтпаған соң тісіңізді жұлып береді. Артынан стоматологтар біз бұл жағдайда көмектесе алмаймыз, невропатологқа бар деп айтады. Одан кейін МРТ түседі, жұлынған тіске имплант салу керек болады. Бұның бәрі бәленбай ақша. Әрине тіс ауырмайды деп жатқан жоқпын, тісте ауырады, бірақ осы триггерлік нүктелер тіске де беруі мүмкін. Егер жоғарғы тістің бәрі бірдей ауыратын болса, онда осы аймақтан триггерлік нүктені іздеп көру керек. Енді осы видеоны қорытындылай келіп, бұл триггерлік нүктені қалай анықтаймыз? Яғни осы белгіленген аймақтарда өзіңіз үйде отырып қолыңызбен басып көріңіз. Яғни грудина ключично-сывиная мышца басып көріңіз былай. Былай басып көріңіз. Мойныңызға қолыңыз жетпесе, үйіңізде бір адамға айтып, осы мойныңыздың аймағының бәрін қолмен бастырып көріңіз. Егер бір аймақта өте қатты ауру сезімі болса, сол жерде триггерлік нүкте бар деген сөз. Бұл триггерлік нүктенің активті фазасы болады және латентті фазасы болады. Бұл жайлы алдыңғы видеода толығырақ айтқанмын. Сол видеодан көріп шықсаңыздар болады. Ал бұл триггерлік нүктені қалай жоямыз енді? Бұл жерде дәрі-дәрмекпен жойылмайды. Себебі бұл триггерлік нүктелерде мұнда қан айналымда бұзылған. Бұл жаққа триггерлік нүктелерге қан дұрыс бармайды. Дәрі-дәрмектің бұны жоюға шамасы жетпейді.
Бұны жою үшін механикалық түрде әсер етуіміз керек. Яғни бірінші жолы массаж жасау арқылы осы триггерлік нүктенің аймағына, ал ең қысқа, ең төте жолы сухая игла по триггерным точкам дейді. Яғни алтын ине, қазақтарда алтын ине дейді. Осы инені триггерлік нүктені тауып, дәл сол жерге тигізсе, бірден қайтады. Содан кейін барып, яғни витаминдер, бұлшықетті қоректендіретін дәрілерді алса, адамның жағдайы ұзақ уақытқа жақсарады. Яғни жаңа сухая игла по триггерным точкам деген бұл қазір көп тараған иглотерапия, және қазақтарда алтын ине дейді, ол емес. Әше соның инесімен салынады, ал бірақ иглотерапия ол өзінің меридиандары болады. Меридианның бойымен салады. Бұл меридиандарға салса, байқамай тиіп кетуі де мүмкін, бірақ олмен тоже қайтпайды. Триггерлік нүктелерді тауып, сол аймаққа дәл тигізу керек. Тигізген кезде осы қырсып тұрған жерлер бірден ажырап, адамда бірінші сеанстан-ақ жақсару белгілерін көреді, сезеді. Егер де сіздерде осыған ұқсас жағдай болса, осындай шағымдар мазалап жүрген болса, осы видеоның астындағы телефон номерге хабарлассаңыздар болады. Не болмаса, видеоның астына өзіңіздің номерлеріңізді қалдырыңыздар, және каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Келесі видеоларда өте қызық материалдар шығатын болады.